Естеріңізде ме 2012 жылдың 21 желтоқсанында бүкіл әлем болып ақыр заман төндірген болатын. Осы 2012 жылдың 21 желтоқсанында майя тайпасының, ежелгі майя тайпасының осы күнтізбесі, яғни календары біткен екен. Осыған байланысты бүткіл әлем болып, осы жер шары болып, ойбай, календар аяқталды. Осы майя тайпасының календары осы 2012 жылдың 21 желтоқсанымен аяқталып жатыр. Енді ақыр заман болады, ары қарай болмайды, күн жоқ дегендей шулап кеткен болатын. Оның ішінде Қазақстанда бар. Иә, достар, білмесеңіздер, бізде Қазақстанда да, Қазақстан халқы да паника ұстаған болатын. Ол жылы есімде, 2012 жылы мен Алматыда жұмыс істеп жүрген болатынмын. Осы 21 желтоқсан жақындаған сайын адамдар біздің Алматыда сезілген болатын, шуылдап, жаңағы майшам алып, кәдімгі майшам свеча бар ғой, соны магнумда майшам алмай, енді соның алушылардың басым бөлігі орыстар болатын. Сонда да сол кезде түсінбеген болатын, ақыр заманға майшамның қатысы қандай, не бар, не қандай қатысы бар екен. Бірақ қазірде түсініп тұрғаным шамалы, бірақ енді сонда да Алматының бір көшелері ойылып жатыр екен деп, ой, бір қызық кездері болған. Енді бәлкім Алматыда сол жыл тұрғандарыңыз болса, көрген боларсыздар, білетін боларсыздар даже. Сәлем досым, менің есімім Асхат Жапаров. Мен бүгін адамзат қиялындағы ақыр заман жайлы топ 3 фильм туралы айтатын боламын. Саған тек тіркеліп ары қарай көре беру ғана қалды. Олай болса кеттік. Номер бірінші фильм ол 2005 жылы шыққан Война миров. Бұл фильм ағылшын жазушы Герберт Уэллстің романының желісі бойынша шыққан ғылыми фантастикалық фильм. Фильмде жер бетіне бөгде планеталықтардың келуімен басталады. Нақтырақ айтсақ, олар марстықтар. Марсианиндар мен земляниндардың соғысы десек те болады. Романда марстықтар өз планеталарын өмір сүруге жарамсыз қылғандықтан олар өздеріне қолайлы орта іздейді. Ол ортаны әрине жерден табады. Сол себепті де олар жерге келеді. Оларға басты керек нәрсе, олардың басты қорегі ол адам қаны. Олар адам қанын сорған сайын, олар өздеріне керекті қажетті витаминдерін, өздеріне қажетті энергияларын алады. Айтпақшы, Илон Маск бізді Марсқа көшірем деп жүреді. Көрсеңдер айта салыңдаршы, осы бірінші осыларды құртсын, содан кейін біз барамыз деп. Марстықтар бізге ұқсамайды әрине. Олардың желбезектері бар, 8 аяқтыкіндей. Көздері де біздікіндей әдемі емес. Қысқасы түсіндіңіздер. Оған қарсы біздің басты кейіпкеріміз Том Круздің сомдауымен Рей деген крановщик. Ажырасқан, 2 баласы бар. Бұрынғы әйелі басқа біреумен қосылған. Сөйтіп, Рей балаларымен оңаша үйінде болғанда басталады марстықтардың шабуылы. Достар, фильм 2005 жылғы болғанымен өте жақсы фильм. Тіпті бүгінге дейін өз актуалдығын жоғалтпай келеді. Спецэффектілерде көзге қатты батпайды, көруге тұрарлық. IMDb кино базасының бағасы 6,5, ал Кинопоиск 7,5 деп бағалаған екен. Менің бағам 8. Жаман емес. Ал олай болса, біз келесі фильмге өтейік. Екінші фильм Гренландия. Бұл фильм 2020 жылы шыққан болатын. Есімде карантин кезі шу оп, жаңағы баратын жерлер жабық, кейбір заведениелер жабылып, барлығы сондай отқанда осы фильмнің премьерасы болып жатқан. Фильм жер бетінде үлкен кометаның жойқын жылдамдықпен ұшып келе жатқандығы туралы, және оны ұшып келіп, ол соққыдан кейін жерді толығымен жою жіберу қаупі болады. Все, конец света келді, бәрі бітті, енді қашатын барар жерің жоқ, басар тауың жоқ дегенде бір жер шығады. Ол жердің аты әрине Гренландия. Гренландияда осы кометаның соққысына төтеп бере алатындай бір алып бункер бар екен. Осы бункерге жасырынып қалсаң, егерде сен тірі қаласың. Енді осы фильмде жаны бар тіршілік иесінің барлығы осы бункерге жетуге тырысады. Біздің де басты кейіпкеріміз Джаред Батлердің сомдауымен Джон деген жігіт өзінің отбасымен бірге осы бункерге баруға тырысады. IMDb базасында фильм 6,4 деп бағаланса, Кинопоиск 6,7 депті. Бұл орташа баға, фильм динамикалық, шыңды пыстырмайды, назарыңды ұстай алады, достар. Ал Джаред Батлер мықты актер, оған сөз жоқ. Ал біз келесі фильмге өтеміз. Номер 3 ол Птичий короб деген фильм. Достар, мен аса танымал фильмдерді алған жоқпын, бір көп барлығының назарымдан тыс қалған, бір осындай бір фильмдерді алуға тырыстым әрине. Ал былай алып қарасақ, ақыр заман жайлы фильм деген жетеді. Оның барлығын тізіп айтып шықсам болады, бірақ оған көп уақыт кететін болады. Ал списогін мен астына жаза кетейін, егер керек десеңіздер. Птичий короб деген бұл жерде, бұл басқа жануарлардағы, бұл комета емес, бұл жер сілкінісі емес, бұл жерде баста бізде жер бетіне белгісіз құбыжықтың осы 5 жыл бұрын келген екен жер бетіне, және ол құбыжық бір адамдарды жеп, оған әуре болмайды ол. Оған тек қана қарасаң болғаны, оған қараған адам өз-өзіне суицид жасап, яғни қол жұмсап өле береді. Осылай күллі жер бетінің адамдары жойыла бастайды. Бұл тылсым құбыжықтың тылсымдығы сонша, тіпті фильмде көрмейсіз де оны.
любопытствоңызды арттырып, напряжениеде ұстап отыратын фильм. Танымал осыған ұқсас бір фильм бар. Оны достар көргенсіздер, ол «Тихое место» деген фильм. Көрмесеңіздер, көріңіздер міндетті түрде. Ол фильмде де бізде басында ол құбыжықты көрмейміз, иә? Ол дыбысты сезетін құбыжық. Бұлдан айырмашылығы, бұл жерде мысалы көзіне қарасаң, бұл жерде өлсең, ана жерде сен бір қимыл істеп, бір қандай да бір дыбыс шығарып қалсаң, бітті. Конец. Ол фильмде де біз басында құбыжықты көрмейміз, не болады, кім екен, түрі қандай, сипаты қандай, басы қандай деген секілді. Бірақ ол фильмде біз аяқ жағында ол құбыжықты бізге көрсетеді дейді, наконец дегенде. Ал птичий коробқа оралсақ, Мерилин деген басты кейіпкеріміз екі баласын ертіп алып, бас сауғалауға қайда бара жатыр деп ойлайсыздар? Дұрыс, қауіпсіз жерге бара жатыр. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді дегенге келіп тұр ғой бұл. Осылай қайсар ана амал жоқ екі баласын ертіп жолға шығады. Ол құбыжықтан қорғанудың жалғыз амалы бар, оларға қарамау. Көздерін шүперекпен таңып, біздің кейіпкерлердің басынан өткен қауіпке толы шытырман оқиғаларын тамашалайтын боласыздар, достар. IMDb кино базасы 6-да 6 деген баға берсе, Кинопоиск базасы 6-да 79 деген бағалаған екен. Мен аямадым, 7 деген бағаны бірақ бердім. Достар, бүгінгі қысқаша шолуым осымен аяқталды, достар. Қалай ойлайсыздар? Пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар астына. Әрине тіркеліп мені қолдауды ұмытып кетпеңіздер. Мен дәл талай осындай бір қызықты қысқаша шолулармен бөлісетін боламын. Сау сәлеметті.